Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен биология пәнінің мұғалімі Кенжеғали Ақнұр Жанболатқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін мына суретке назар аударайық. Оқушылар, суреттен нені көріп тұрсыздар? Я, дұрыс айтасыздар. Ұрық, ұрықтың дамуы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын білу үшін Падлет тақтасына назар аударайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрсақта даму, ұрықтың дамуының алғашқы сатылары және ұрықтың дамуы мен қалыптасуы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты ұрық пен эмбрион дамуын салыстыру. Балалар, ендеше алдыңғы сабағымызда өткен тақырыптарды еске түсірейікші. Алдыңғы сабақтарда жыныс мүшелерінің құрылысын өттік. Жыныс мүшелеріне жыныс бездерін өттік. Жыныс бездерінің екі түрлі қызметі бар. Ішкі секрециялық және сыртқы секрециялық. Ішкі секрециялық бездер гормон бөледі. Ал енді сыртқы секрециялық бездер. Аталық бездердің сыртқы секрециялық бездері ол сперматозоид бөледі, яғни сперма бөледі. 3-5 миллиграмм спермада 500 миллиондай сперматозоид болады. Бұл сперматозоид жұмыртқа жасушасымен салыстырғанда өте тез және пішіні бойынша да кішірек болады. 300 миллиондай сперматозоид ананың денесінде, жатыр түтігінде жұмыртқа жасушасын ұрықтандырады. Ұрықтану дегеніміз не? Сперматозоид және жұмыртқа жасушасының қосылуынан ұрықтану процесі жүреді. Ұрықтанудан зигота түзіледі. Ендеше осы процестің қалай жүретінін бейнероликтен тамашалайық. Жұмыртқа безінен шыққан жұмыртқа жасушасының диаметрі 3-1 мм құрайды. Ол қабықшадан және құнарлы заттардан тұрады. Жұмыртқа жасушасы фимбриялардың көмегімен жатырға қарай қозғалады. Жыныстық қатынастан кейін мыңдаған сперматозоидтар жатыр түтігінде жұмыртқа жасушасын қоршап алады. Сперматозоидтың бас бөлігінде ферменттер болады. Олар өз кезегінде осы жасушалар арасындағы байланысты үзеді. Жұмыртқа жасушасы өзге сперматозоидтан оқшауланып, біреуін ғана қабылдайды. Осыдан кейін сперматозоид аналық жасушасына енеді. Екі жасушаның бір-бірімен қосылуы жүреді. Әйелдің ағзасында ұрықтану жүре бастайды. Осының нәтижесінде ұрықтанған жұмыртқа жасуша пайда болады. Осыдан кейін ол мөлшері бірдей екі жасушаға бөлінеді. Ұрықтанудан кейін өткен алғашқы 24 сағатта екі жасушалы эмбрион қалыптасады. Эмбрионның әр жасушасы бөліне бастайды. Бұл үдерісті бөлшектену деп атайды. Өмірдің алғашқы күндері іштегі ұрық сұйықтықта жүзіп жүреді және жатыр түтігі бойымен қозғалады. Ол жатырға жеткенде 32 жасушадан тұратын бластула сатысындағы түйіршік түрінде болады. Эмбрион жатырдың қабырғасында тұрақтайды және имплантация үдерісі басталады. Имплантация шамамен ұрықтанғаннан кейінгі 9-шы күнде аяқталады. Бейнероликті қарап болған болсақ, сперматозоид жаңағы ананың жатыр түтігінде тек қана 24-28 сағат аралығында ұрықтандыруға қабілетті. Енді сіздерде сұрақ туындайды. Неліктен 24-28 сағат қана деген? Себебі сперматозоидтың жұмыртқа жасушасымен салыстырғанда оның цитоплазмасында ең біріншіден қоректік қорзаты болмайды. Және де екіншіден ол ағзаның дене температурасына өте сезімтал. Сондықтан да ол тек қана 24-28 сағат аралығында ғана ұрықтандыруға қабілетті. Ұрықтанған зигота жатыр түтігінде бөлшектене бастайды. Бөлшектенген соң ананың денесіндегі жатыр түтігінен жатырға түседі. Жатырға түскен ұрықтың қалай дамитынын тағы да бейнероликтен тамашалайық. Аталық репродуктивті мүшелер ұма мен аталық жыныс мүшесінен және атабездер, атабез қосалқылары, шәует шығаратын түтіктен, ұрық көпіршіктерінен, қуық асты безі және шәует шылбырынан тұратын ішкі мүшелерге бөлінеді. Ұма екіге бөлінген қапшық. Олардың әрқайсында бір атабез орналасады. Аталық жыныс мүшесі жыныстық қатынас мүшесі ретінде қызмет атқарып, сперматозоидтардың аналық жыныс жолдарына енуіне жағдай жасайды. Атабездер аталық жыныс гормоны, тестостерон мен аталық жыныс жасушалары сперматозоидтарды бөліп шығаратын бездер болып табылады. Сперматозоидтардың атабездерде түзілу үдерісі сперматогенез деп аталады.
Адамның сперматозоидтары дене температурасында дамуға қабілетсіз болғандықтан, атабездер құрсақ қуысынан омаға түседі. Атабез қосалқылары сперматозоидтар жетілетін және сақталатын жұп, кішігірім құрылымдар. Шәует шығаратын өзектер атабез қосалқысынан басталатын ұзындығы 40-50 см болатын түтіктер. Олар несеп ағарға ашылатын шәует шашатын түтікпен аяқталады. Қуық асты безі сперматозоидтардың өмірін ұзартатын секреция бөліп шығарады. Ұрық көпіршіктері сперматозоидтар үшін қорек болатын сұйықтықты шығаратын екі кішкентай ғана безден тұрады. Дамудың алғашқы 4 аптасының ішінде эмбрионың желісі пайда болады. Ойыстық қаңқа осы құрылымның айналасында дамиды. Содан кейін түтікті жүйке жүйесінің нышаны қалыптасады. Олар жалпақ бас бөлігі ми қуысынан, шағындау құйрық бөлігінен жұлынан құралады. Құлақтар мен көздердің алғашқы жасушалары саралана бастайды. Жүрек дамиды және минутына шамамен 60 рет соға бастайды. Сонымен қатар, тыныс алу жүйесі ас қорыту жолы мен ас қорыту бездері қалыптаса бастайды. Алғашқы 4 аптаның соңына қарай эмбрионың ұзындығы 4-6 мм шамасында болады. Жүктіліктің екінші 4 аптасы кезінде даму мен өсу жалғасады. Аяқ-қол нышандары айқындалады. Сондай-ақ, бет келбеті де анық көріне бастайды. Бұл кезде көпшілік мүшелер қалыпты орындарында орналасады. Бұлшық еттер дамып, эмбрион қозғалу қабілетіне ие болады. Құйрық пен желбезек иіні әлі де бірталай уақыт көрініп тұрады. Бірақ 8-ші апта соңына қарай олар жойылады. Бұл уақытта эмбрионның ұзындығы 21-ден 32 мм-ге дейінгі аралықта болады. Ары қарай даму барысына негізінен бойдың өсуі мен айқын көрінетін мүшелердің жетілуі жатады. Балалар, бейнеролик тамашалап болған болса, біздер жаңа ғана ұрықтың қалай дамитынын көрдік. Ең бірінші алдыңғы сыныптарда өткен тақырыптарды еске түсірейікші. Онтогенез дегеніміз не? Онтогенездің неше сатысы бар? Онтогенез дегеніміз ұрықтың дүниеге келгеннен тіршілігін жойғанға дейінгі дамуын зерттейді. Онтогенездің өзі екіге бөлінеді. Эмбриогенез және постэмбриогенез. Эмбриогенез дегеніміз ұрықтың немесе дернәсілдің дамуы. Осы эмбриогенездің өзі 3 сатыға бөлінеді. Бластула, гаструла және нейрула. Бластула дегеніміз іші қуыс бір қабатты ұрық. Осы бластуланың сыртындағы жасушалар арқылы түкше түзеді. Осы түкше арқылы ұрық қоректенеді. 3 айдан соң шарана мен ананың арасында плацента түзеді. Плацента дегеніміз қандай мүше? Плацента ол ана мен баланы байланыстыратын мүше болып табылады. Оны кейбір кітап көздерінде ұрық жолдас деп атайды, яғни ұрық жолдас пен плацента бір мүше. Плацентаның құрылысы қандай? Плацента балаға 3 күндік тамыр арқылы барады. Яғни бір вена кіндік тамыры және 2 артерия кіндік тамыры. Осымен күндік бау түзеді. Ана мен бала аралығында ұрыққа тыныс алу, зат алмасу, қоректену сияқты процестер жүзеге асады. Дүниеге келгеннен соң баланың кіндік бауы кесіледі де кіндік өмір бойына сақталады. Балалар, ендеше бүгінгі сабағымызда плацентаның маңызын түсіндік. Плацента ана мен баланы байланыстыратын, ана мен ұрықты байланыстыратын мүше. Тақырып түсінікті болса, мен сіздерге сабақты бекіту үшін 2 тапсырманы ұсынамын. Біріншісі, hot potatoes әдісі арқылы биологиялық диктаны ұсынамын. Бұл жерде бос ұяшықтарға қажетті сөздерді қойып шығуларыңыз қажет. Жақсы балалар, енді 2-ші тапсырманы ұсынамын. Socrates онлайн сервисін ұсынамын, яғни бұнда тест тапсырмалары. Өткен тақырыбымыз бойынша тест тапсырманы ұсынамын. Сіздерде бұнда 1-ші сұрақ 3 вариантты сұрақ, 2-ші дұрыс және жалған, және 3-ші ашық сұрақ өзіңіз жазасыздар жауабын. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, тапсырмаларды орындап болсақ, мен сіздерден кері байланыс алып келіп тұр. Google формасы арқылы берілген сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Сабақтан алған пікірлеріңізді осы Google формаға жазып шығыңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.